Әйелді бағалау. Әр әйелдің жаны біздер ерлерден әлде қайда нәзік болғанмен, олардың төзімі біздерден 1000 есе артық екеніне бек сенімдімін. Әсіресе әйел ғашық болған шақтарында өте шыдамды. Бұған бастығым. Әйел сүйген адамының кез келген ренжітуі мен қорлығына шыдас береді. Әйел заты көп нәрсені кешіре алады. Бірақ еркектер тым масаттанбай-ақ қойсын. Әйел еркекке тек өлердей ғашық болса ғана бәрін кешіреді. Алайда оның махаббатының қауіпті шегі бар. Сол сәтте әйел жарылады. Жарылған соң ол міндетті түрде кек алады. Ерте ме, кеш пе кек қайтарады. Менің ойымша, әйел мұндай кекке табиғи құқылы сияқты. Бәрің біліп жүріңдер. Әйелді бағалау керек. Оларды қорғау қажет. Өз жүрегінің түпсіз тұңғиығынан атқақтап шыққан мөлдір бұлақтай таза сезімін лайықсыз еркектерге ұсыну бақытсыздығына мәжбүр болған үшін әйелді сыйлай білу парыз.